На дворе 21 век. Где это видано, чтобы народ сидел по самые помидоры в грязи? Өткен жылы Подгорная көшесіндегі су қабылдағыштар Горводоканал мекемесімен қайта жөндеуден өткен. Сондықтан құбырларды ауыстыру үшін жолды қазуға тура келді. Жаңа құбыр салынғанымен бүгін тұрғындар үшін батпаққа айналған жол мәселеге айналып отыр. Жаяу жүргіншілерге де, автомобильдерге де жүруге жайсыз. Жаңбырлы күні толарсақтан саз кешеміз дейді жол азабын тартқан тұрғындар. Тіпті бұл мәселемен әкімдікке бірнеше рет барғандығын айтады. Я ходила в акимат. Мен әкімдікке барып қабылдауға жазылдым. Мені тұрғын үй коммуналды шаруалар мен көлік және автомобиль жолдары бөліміне жіберді. Сондықтан мен оларға хат жаздым және олар жауап күтіңіз деді. Дүкенге, дәріханаға және емханаға бару мүмкін емес. Себебі жаңбыр жауа бастағанда біз көшеде жапа шегеміз. Осы мәселемен біз қаланың көлік және автомобиль жолдары бөліміне жүгіндік. Белгілі болғандай олар бұл мәселені біледі. Бөлім басшысының орынбасары Нұрлан Серғазиновтың айтуынша, олар Горводоканалды сотқа беруге ниетті. Со своей стороны отдел өз кезегінде бөлім бұл материалды басқа жолмен қарастыруға мәжбүр болады. Яғни әкімшілік ықпал етудің тиісті шараларын қабылдайды. Бірінші, осы мәселе бойынша айыппұл санкцияларын қолдануға уәкілетті Семей қаласының ішкі істер басқармасына хат жолдаймыз. Егер алдағы уақытта бұл шаруа жеткіліксіз болса, біз бөлім ретінде қалалық су арнасын сот органдарына беруге мәжбүр боламыз. Келелі мәселе қанша уақытта шешілері белгісіз. Қыстың қамы деп жұрт базардан жылы етік іздеп жүрсе, бұл аймақтың тұрғындары дүкендер мен дәріханаларға бару үшін боти, яғни резеңке етік сатып алып қамданып отыр. Проблемалар бар деп уайымдама сонша, шешіледі бәрі,